Бауырлар, бүгін біздің екінші дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгін біз Фәлақ сүресін талдап үйренетін боламыз. Сабағымызды, дәрісімізді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп жазылып кетіңіздер. Ал бисмилля бастаймыз. Мен бірінші оқып шығам, сіздер мұқият тыңдаңыздар. А'удhu billahi minаш шайтанир раджим. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Енді Фәлақ сүресінің бірінші аятынан бастаймыз. Құл деген кезде ләмді сукунмен ұстаймыз. Құл, яғни ләмді ұстаймыз де, ләмға қалқала сипат бермейміз, яғни тербетуге болмайды. Құл, ә'удhu, жіңішке екке созамыз. Ә'удhu, бироббил, екі біні шығарамыз. Бироббил фәләқа, яғни қофты, бізде қоф қалқала әріпі, бұған естейміз, яғни қоф әріпін тербетеміз. Фәләқа, мына жерде бізде нун сукунмен, яғни нуннан кейін шин әріпі келгендіктен мемді сукунмен ұстаймыз. Ми шәрри мә. Осы жерде роны айтқан кезде көп кісілер не істейді? Роны кәсірамен айтқан кезде жуан айтып жүреді. Шәрри деп. Бұл қате. Яғни ро бізде кәсірамен айтылған кезде әрдайым жіңішке айтылады. Осыған қатты мән беру керек. Шәрри, шәрри. Ми шәрри мә. Екі созамыз, е? Ми шәрри мә халақа. Халақа. Қофты тербетеміз. Ва ми шәрри ғо. Екі созамыз, жуан және ғасиқин идza вақаб. Бәні тербетеміз. Бә бізде қалқала әрпі. Ва ми шәррин. Осы жерде көп адам нунмен бізде фәнемен, шәддамен келіп тұр. Осы жерде екі ныны, мына жерде екі фыны, сосын фә, сақау әрі екі созуды ұмытпаймыз. Ва ми шәррин наффафати фил 'уқад. Ва ми шәрри хасидин идza hasad. Дәлге не істейміз? Қалқала сипатын береміз. Осылай біз не істейміз? Фәлақ сүресін дұрыс оқуымыз керек. Ал енді Фәлақ сүресінің әр аятын екі-екіден оқып шығайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
ومن شر حاسد إذا حسد. Осымен бүгінгі біздің Фалақ сүресінің дәрісі бітті. Енді келесінде Алла қаласа Нас сүресін үйренетін боламыз. Менің дәрістерімді жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.